Қасым-Жомарт Тоқаев 7 жылдық мерзімге сайланды. Орталық сайлау комиссиясы президент сайлауының ресми қорытындысын жариялады. Енді мемлекет басшысына куәлік тапсырылады. Нұрлан Әбдіровтің айтуынша 6.456.392 сайлаушы Қасым-Жомарт Тоқаевты таңдаған. Бұл дауыс бергендердің 81,31%. Орталық сайлау комиссиясы халық сайлаған Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті ретінде тіркеді. Сайланған Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ант беру күні 2022 жылғы 26 қараша болып айқындалып отыр. Қаржы министрі Ерұлан Жамаубаев президентті ұлықтау рәсіміне қосымша қаражат бөлінбейтінін айтты. Президенттің ұлықтауына біз бюджеттен қосымша қаражат бөлген жоқпыз. Заң бойынша президенттік қызметіне, лауазымына өтуіне байланысты ант беру. Бұған бір анау айтқандай қатты қаражат, көп қаражат келді деп ойламаймын. Сондықтан да бізден тарапымыздан да ешқандай қосымша қаражат бөлінбейді.